Міне, екі құлағым соларда болатын. Үшінші естігенде мен өзіне айтып бергенімде, о, бауыржан, өзің құйма құлақ екенсің ғой шырағым деп, Құлжабай арқамнан қақты. Нағашысына тартқан ғой деп әжем мақтанып қалды. Оның ертеңіне әкем аспаптарын құрып, момынқыл су жылытып, балшық иледі. Одан әкемнің айтуынша қалыптар құйды. Мен үлкен табаншаның үстіне ағаштан күркешелеп отын жағып, көрік басып отырмын. Ал апа, күн қысқарсын, бәрімізде тірлік істеп отыралық дейді әкем әжеме. Сөйдеді де әр жерде жоқшиып сергіп отырған қыздарды нұсқады. Сіз мыналарды да қарап отырғызбаңыз апа. Әжем орнынан тұрып үлкен алашаны бөлменің бір бос ағасына жаяды. Сен балам ауызғы бөлмеден бір қап жүн алып кел, деп қыздардың үлкені Үбиянды жұмсайды. Өзі мүйіштен екі ұршықта келіп алашаның төр жақтағы бұрышына қояды. Үбиян алып келген жүнді алашаның ортасына үйіп, қыздарға орын көрсете бастайды. Өзі де көрпешенің үстіне жайғасады. Әжем бәріне тиесілі жұмысын тапсырып жатыр. Сен Әлиман мен Құрманкүл екеуің жүн түтесіңдер, асықпай үлпілдетіп жібекше түтіңдер. Екі қыз әжемнің айтқанын екі етпей іске кірісті. Енді әжем Үбиянға бұрылды. Сен мына ұршықтың біреуін қолыңа ал, екеуміз жіп иірелік. Жалтақтап отырған келіндеріне көзі түскен әжем оларды да құр-қол қалдырған жоқ. Үйлеріңді сыпырып, ыдыс аяқтарыңды жуып, күлдеріңді шығарып, қазан ошақтарыңды реттеп, тамақ пісірудің қамына кірісіңдер. Сендерге сол да жетер. Әпке, маған да бір нәрсе жүктесеңізші. Сен қонақсың ғой қарағым, қашанғы қонақ болып отыра бермекпін әпке. Ыңылдап өлеңіңді айтып отыра берсеңші қарағым Құлжатай дегенде бәріміз күліп жібердік. Тоба, сондай да тірлік болады екен-ау деп Құлжабай да күліп жатыр. Жүн түтіліп, ұршық иіріле бастады. Көрік басылып, көмір оттанып, күміс еріп қалыпқа құйылды. Қорытындының беті қарайып, қатая бастағанда оны қысқашпен алып темір тегенедегі суға тастап жібергенде су баж етіп шашырап буы бұрқырайды. Суған күміске төс үстінде балға соғылады. Осылайша әр қайсымыз өз тірлігімізбен отырғанда байқамаппын. Қайдан алып келгенін білмеймін. Құлжабай жуандығы сұқ саусақтай, ұзындығы 4-5 қарыстай талшыбықты бәкісімен жонып отыр екен. Сөйтіп біздің үйде өндіріс цехтарының жұмыстары қыза бастады. Біреумен біреудің ісі жоқ. Әркім өз тірлігін өделеп отырған. Түскі тамаққа қою майлы быламық істелген екен. Сол кездерде біздің ауылда сұйық тамақты да екеу ара, үшеу ара табақтасып бір қасықпен ішетін әдет бар еді. Быламықтың түрі де көп болатын. Ең сұйығын атала, көбеге ашытса ашыған быламық, айран қатса ақ быламық, сүтке пісірсе сүт быламық, тек суға пісірсе қара быламық, оған құрт езіп қатса құрт быламық, май салса майлы быламық деуші еді. Құлжабай тамақ үстінде быламық туралы талай күлдіргі сөздер айтып отырды. Алыс жолдан арып келген екі жолаушы бір үйге түстенгелі ат басын тірепті. Үй иесі шайдан кейін өзге рәует білдірмей тымпиып отыра берсе керек. Қарны тойып, қабағы жадырамасын білген жолаушының біреуі тысқа шығып келген соң серігіне аттаналық деп тықыр салыпты. Тұр енді аттаналық, отыра бергенмен оңала қоймаспыз депті. Серігі орнынан қозғалғысы келмей қипақтай берген екен. Әй, тұрсаңшы енді. Досым-ау, қалай тұрайын? Жай күйім өзіңе әйгілі ғой деп мынадай өлең айтқан екен. Ішсем тамақ болмайды, шай антұрған. Айтшу десем жүрмейді, тай антұрған. Ат бер десем бермейді, бай антұрған. Шай шіркінді шығарған, қай антұрған.
Шу дегенде суырылған құла мықты, сынығыңды бекіткен сына мықты, қалай ғана құр ауыз аттанайын, тым болмаса қимадау бұламықты. Біздің елде жұқпа дейтін тамақ болады. Қамырды жұқалап жайып, ыстаған қазан түбіне кептеп жапсырып пісіреді. Қамыр жабысып күймес үшін қазан түбін құйрықпен майлап отырады. Жұқа піскен нанды қатырма дейді. Қатырманы суға не сүтке салып, қайта пісіріп балбыратады да үстіне сары май салып орап дастарханға қояды. Бір үйге қонақтар түсіпті. Үй иесі сараң бай екен. Аузынан берекелі сөз шықпай, әйеліне қайта-қайта қонақтарға жұқпа істеңдер дей беріпті. Пейілі тар үйден тамақ ішіп жарымасын білген қонақтардың үлкені мұқата сөйлепті. Байеке, сонша жұқпа дей бердіңіз. Жұқпайтын болса құдағиды әурелеп қайтесіз деп орындарынан тұрып шығып кеткен екен. Осы сияқты әңгімелерді көп білетін Құлжабай нағашым бізді күлкіге қарық қылып отырушы еді. Түскі тамақтан кейін Құлжабай шыбықтарын қайтадан жонуға кірісті. Кейбіреуін үстіктеп жатыр. Жуандау шыбықтың екі ұшынан ұстап иді де алға созып қарады. Кендір жіппен екі басынан байлап тартты. Ұшталған шыбықтың біреуін алып өзі жасаған садақпен кірер есіктің маңдайшасын көздеп атты. Оғы нысанаға дәл тиді. Мінеки, сүр мерген осылай атқан деді. Отырғандар күлісіп, біз сияқты балалар мәз болып жатырмыз. Әрине садақты маған берді. Содан бастап мен ауылдағы садақшы сұр мерген атандым. Боран саябырси бастады. Үлкендер ауа райын болжалдап, әй, ертең жоқ арғы күні қойып қалар десіп отырды. Айтқандай-ақ боран да басылды, күн де ашылды. Бұғаудан босанған долы арыстанша қайраттанып, Момынқұл мен Құлжабай үйдің маңдайшасына дейін басып қалған күртік қарға күрек салды. Күреген жоқ, текшелеп, ойып лақтырып, есік алдынан сыртқа жол ашты. Жай сай жылғаның қайда екенін аңғара алмай аң-таңбыз. Айналаның бәрі күнге шағылысып, көз қаратпайды. Аппақ дастархандай теп-тегіс тып-типыл, төңірек шетсіз-шексіз ұлғайып кеткендей, 3-4 күніміз қар басқан үйді аршып, суатқа жол салумен өтті. Бұлақ басындағы бытырап жатқан ауылдың түтінін көргеніміз болмаса, әлі қарым-қатынас жоқ. 1921 жыл еді. Ел етек жеңін жинап, тойына бастаған кез. Жаздың бел ортасы болатын. Ауыл қара жол үстіндегі жайлауда. Үлкендер қыстау басында пішен шауып, егін суарып жүрген. Малшылар Ақсай бөктеріндегі жайлаудан қоныс тепкен. Мен қозы баққан балалармен бірге жүремін, шілік ойнаймыз. Осындай ойын қызған шақ еді. Кенет қара жолдың бұйра шаңын баяу түтіп, торқасқа мінген жолаушы келеді екен. Бізге жақындағанда ат тізгінін тежеп тіл қатты. Әй, балақайлар, белі келіңдер. Біз тобымызбен жүгіріп бардық. Бір байқағанымыз, жолаушының ат тұрманы, киімі ел адамдарына қарағанда өзгешелеу екен. Ширатқан қара мұртты, қырынған көк иекті, қара көз ат жақты, қыр мұрын жігіт бізге қарап жымиып тұр. Жас шамасы 30-ды жағалап қалған сияқты. Ол кілем қоржынына қол салып бір-бір уыс өрігілестірді. Сонан соң қамшысынан шошайта сілтеп бізге тіл қатты. Анау ауыл Үсен әулетінің тұрағы ма? Иә деп шу ете түстік біз. Дәуренбай тірі ме? Иә, атам әлі өлген жоқ деді менен 2-3 жас кіші Мырзабай. Ат үстіндегі жігіт езуін жиып күліп алды. Сен өзің кімнің баласысың? Мырзабаймын ғой. Жігіт тағы да мейірлене жымиды. Атаңның кімі боласын? Атам менің апамның баласымын ғой.
Атам мен апамның баласымын ғой, егер сенбесеңіз мына балалардан сұраңыз. Жігіт енді қарқ-қарқ күлді. Неге сенбейін айналайын, сендім қарағым, сендім. Бұл Дәурен бай атамның үлкен ұлы Ормантай көкемнің баласы, дедім мен білгірсініп. Ал сен өзің кімнің баласысың? Момыштың баласымын. Әлгі молда Момыш па? Иә, молда атамның баласы, деп менен бұрын Мырзабай жауап қатты. Жолаушы бізге тағы да 3-4 өріктен үлестіріп берді де ауылға қарай тартты. Біз танымайтын кісінің берген базарлығына мәз болып қозымызға қарай жүгірдік. Әкем бір күміс білезікке мәйменке шауып нақыстап отыр еді. Сырттан дауыс естілді. Момыш, үйдемісің? Әлдекімнің қырылдақтау үнін естігенде әкем орнынан ұшып тұрып сыртқа ұмтылды. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Үйге кіріңіз, Дәуке. Әлгі қалтырақ үннің қарт кісінің даусы екенін енді білдім. Дәуренбай ақсақал төрге жайғасып, бүкіл омырауын қаптаған жас кезінде ол кісіні жеңгелері қаба сақал дейді екен. Аппақ сақалын сипады. Дәуренбай атамның әдеттегідей өзгешелеу толғанып отырғанын сезді ме, әкем мені сыртқа жұмсады. Әй, сен бара бер, отыра берсін, ешқандай оңашалайтын ағат сөз жоқ, деді Дәуренбай атам. Дәуренбай бабастың үлкен баласы екен, өз бетімен ауыл қыдырмайтын, шақырмаса бармайтын ерекше сыпайы кісі десетін. Сол кезде 70-тен асқан шағы болар шамасы. Ал, Дәуке, екі құлағым сізде, деді әкем аздан соң. Сенер сенбесімді білмей отырмын, Момыш. Неге, не боп қалды, Дәуке? Өлген тірілді деген сенесің бе? Деп үлкен қой көзімен әкеме тік қарады. Сен десеңіз, сенейін, Дәуке, деп әкем жымиды. Жұмбақтамай-ақ айта берсеңізші. Жұмбақ па, жоқ әлде шынымен-ақ ақиқат па, сенер сенбесімді білмей отырмын дегенім сол ғой. Тәңір-ай, енді не болса да айтсаңызшы, деп әкем тықыршып тағы да жымиды. Жүр біздің үйге, естерінді сонда естейсің, деп Дәуренбай орнынан тұрды. Олар кетті, мен аң-таң болып үйге қалдым. Әкем түн ортасында оралыпты. Мал өргізі болған соң өзі тағы да Дәуренбайдың үйіне қарай беттеді де, жұмбақ үсті жұмбақты шеше алмай мен қалдым. Кешегі жігіт кім екен? Дәуренбай атам неменеге сенер сенбесін білмей жүр екен? Әкем ол үйге неге қайтадан кетті? Өлген тірілді дегенге сенесің бе? Сен десеңіз сенейін. Шырағым-ау, сен әлі үйде екенсің ғой. Өзге балалар өрісте қозыларының соңында жүр, деген әжемнің даусынан селк ете қалып, орнымнан ұшып тұрдым. Жалма-жан үйден жүгіре шықтым. 2 күн өтті. Қозы қайырып жүргенбіз. Қос салтатты қара жолмен күн батысты бетке алып аттанып барады екен. Біреуі бұрнағы күні балаларға өрік үлестірген тор қасқа атты жігіт, екіншісі көк дөненге мініпті. Бұл Мырзабайдың әкесі Ормантай. 3-ші күні Мырзабай да қозы қайырысуға шықты. Бәріміз жаңалық білуге құмартып, Мырзабайды ортаға алдық. Алайда жарытып ештеме айта алған жоқ. Қайдан білейін, мені атамның үйіне жолатпай қойды. Әйтеуір өздері күбірлесіп сөйлеседі. Көп анамның басында қоспады. Молда атам, Аққұл атам, Тоқ Мырза атамдардан бөтен ешкімде болған жоқ. Мырзабай одан өзге ауыз шыр әңгіме айта алмады. Молдеке, анау күні Дәуренбайдың үйіне келген жігіт кім екен деп сұрады әкемнен бір туысымыз. Ормантай оралған соң бірақ білерсіңдер. Әзірше сабыр ете тұрыңдар, деді әкем оған. Қара жолдан қос дөңгелекті 3 сартарба бір топ аттылар көрінді. Атты топтан 3 жігіт суырыла шығып ауылға қарай құйындата шауып келді.
Сүйінші, сүйінші. Дәуренбай атам көзі жасаурап, қол-аяғы дірілдеп, қызыл түлкінің терісін әлгі жігіттерге ұсынды. Менің әкем жарты уыс күміс теңге салды. Өзгелер де жамырасып, жақсы хабар әкелген жігіттерді сыйлап жатқанда естігеніміз қуанышты жалғыз сөз еді. Жұрттың бәрі жаңа туысқандар келді, жаңа туысқандар келді деп елпілдеп жүгірісіп жүр. Ауыл адамдары қарсы алуға шықты. Екі жақ бір-біріне жақындағанда бір шоқша сақалды шал атынан ырғып түсіп, елпелектей жүгірген күйі ауыл адамдарын бастап келе жатқан Дәуренбай атамның алдына әруақ деп етбетінен жығылды. У-шу, ығы-жығы, бұрын бейтаныс кісілер көрісіп, құшақтасып, сыңсыласып, төс түйістіріп, опыр-топыр араласып кетті. Өлген тіріледі дегенге сенейін бе момыш? Сен десеңіз сенемін деген жұмбақтың шешімі осы екен деп екі нүкте қоя тұрайық. Сөйтсек әлде қашан ұмытылған Қабаш тіріліп елге өзі қарабет болып қуылған ата тегі адал қонысына қайтқан екен. Оның баласы алпыстан әлде қашан асқан Бапыш деген кісі болып шықты. Дәуренбай атамның алдына жығылған сол кісі екен. Қабаштың немерелері Ыстықұл мен Әбдіш екен. Елін іздеп келген жігіт сол Ыстықұл болып шықты. Ал шөберелері Айнаш, Оспан, Әмір, Әлиялар да келіпті. Бапыштың кемпірі мен екі келіні және бар. Қабаш тіріліп қайтты дегеннің мәнісі осы еді. Қабаш елден 25-інде кеткен екен. Ал оның тұңғыш баласы Бапыш ауылды алғаш рет 60-тан асқанда көріп отыр. Олар келген жылы әкем 60-тың 5-інде болатын. Дәуренбай атам шамасы 70-тің 5-еуінен асқан кезі болса керек. Сонда Дәуренбай атам Қабашты 11-12 жасында көрсе керек. Қабаш елден кеткен соң Ташкентке жақын Шыршық өзенінің жағасына барып бірақ тоқтайды. Осында бір орта диқанға жалданып жүреді. Күріш, бау-бақша, мақта өсіруді үйренеді. Кірпіш қиып, үй тұрғызу, аяқ киім жамау сияқты өнерлерді де дәмін татады. Осылайша ол қолынан іс келетін икемді жігіттердің санатына қосылыпты. Сөйтіп жүріп, бұл 2 жылдан соң жалданған үйдегі кіші Кенайымды жеңгей алып қашып өзіне су құйып жоқ болыпты. Бапыш Термез қаласының маңындағы Өзбек ауылында туады. Бапыш Термез қаласының маңындағы Өзбек ауылында туады. Бапыш жетіге келгенде Самарқанның салқын тауларының бөктеріне қоныс аударады. Иә, бала, біз Құлүй деген ел боламыз. Ата мекеніміз Алатаудың Ақсай-Көксай деген бөктерлерінің баурайында еді. Мыңбұлақ аталатын жайсаң жер еді ғой. Жазы салқын, қысы қатал еді. Құлыйлардың ішінде біз Үсен деген тарауына жатамыз. Үсен болса Өтеулі, Батырбек, Әжір ұрпақтарына бөлінеді. Біз болсақ Өтеуліденбіз. Менің ағам Бабас дейтін кісі болған. Менен мүшел жас үлкен еді. Мен ағайыныммен араздасып 25 жасымда осы жаққа ауып кеткенмін. Сендер менің бетімді жауып, асымды бергеннен кейін сол елді тауып үйлеріне қосылу жағын ойлаңдар деп қарт Қабаш көз жұмған екен. Ол кезде менің кішкене бала кезім, неге ренжіскендерін аңғара алмаппын. Қайдан білейін дейді Дәуренбай. Мен онда жарық дүниеге келмеппін де, ағайын арасында бола береді ғой. Қапеке, ол жағын қазбалай беріп қайтесіз. Құдайға шүкір үйіріңізге бала шаға немерелеріңізбен топтана қосылып отырсыз депті менің әкем. Әйтеуір маған бір жұмбақ депті Бапыш терең күрсініп. Жаңа туысқандар ұқыпты, еңбекқор екен. Біздің ауылға тез сіңісіп кетті. Ыстықұл ауыл совет, аудандық советтерге қатысып, ел ішіндегі белгілі активтердің қатарында болып жүрді. Оның Оспан дейтін ұлы менімен түйдей жасты еді. Бірге өстік. Әбдеш те өз қатарынан қалып көрген емес. Жаңа туысқан деген жаныма ат 1-2 жылда ұмытылып еді. Қабаштың басын қасқалаған Бабастың кенжесі Орманқұл еді. Ол Момынқұл Құлжабайлармен құрдас екенін айттық қой. Атын атаған соң сол кісінің де құлағын аздап шулаталық. Орманқұл орта бойлы, ат жақтау, қалың қара қасты, мұнар көз, қыр мұрын, қара мұрт, қаба сақал жігіт еді.
Жалғыз аты жазатайымда мертігі бөліп Орманқұл біздің ауылдың тілімен айтқанда пиязда кедейлік кешкеніне 4-5 жылдай болған. Атсыздың аяғы тұсаулы дегендей Кутамар кедейдің өзі болғандықтан ол жиын тойдан қашқақтап қыстауынан ұзай қоймайтын. Тұйық тірлік кешіп көңіл көтерері жалғыз домбырасы еді. Жұрт аралап жағымсыз бопты, көрген емес. Біздің үйде көп жатып зеріккен Құлжабай басқа жекжаттарын аралаған соң қайта оралды. Әдейі ымырт жабылғанда келді. Мына Орманқұлды біреу болмаса біреу көріп қала ма деп қара жолдан қайрылып орағытып жеттік әпке деді әжеме күлімсірей қарап. Жақсы бопты шырағым, келгендеріңе қуаныштымыз деді де апам енді Орманқұлға ойысты. Апаң қалай, жақсы ма қарағым? Шүкір, әнеу күндері аздап тұмауратып еді, енді айықты. Мына қақыраған қыста менің де оқта-текте түшкіріп, пысқырып қалатыным бар. Ондай бола береді. Апаңның амандығына шүкір қарағым. Қысылмай, қымтырылмай, жайбарақат жайғасып отырғын шырағым. Сонан соң апам ошақ басындағы келініне тіл қатты. Қазанға Орманқұлдың сыбағасын атап салыңдар, тамақ алдындағы шайды тездетіңдер. Әкемнің жай сұрасқанына Орманқұл, иә солай, шүкір молдеке. Ләббай, әрине әбден сүйтті ғой, жүдә болмай-ақ қойды ғой, тіптен айтпаңыз молдеке, сүйтті білем деп қысқа жауап қатып отырды. Шай үстінде Құлжабай жүрген жерлерінің әңгімесін айтып отырды. Біраз әңгіме араласқаннан кейін бірнеше шумақ өлеңін аяғында Орманқұл, сен қайдағы, мен қайдағы, біреуде менде өзіңдей сар бойдағы. Осындай оқта сында жолыққанда өлең айт, сырыңды ашып қайдағы деп кезек бұрды. Орманқұл төмен қарады. Менің өлең айтпайтынымды білмеуші ме едің? Домбыра болмаса, онда домбыраңды қолыңа алғын. Маған да соның керек еді деп Құлжабай күлді. Қысылма қарағым, мұнда бөтен ешкім жоқ қой дейді әжем. Мен ақын емеспін, әншімін дейді біреу. Мен әнші емеспін, күйшімін дейді біреу. Орманқұл күйші еді. Бір ғажабы ол домбыра тартқанда дүниені ұмытып, тілден қалатын. Домбыра көмейінен қайдағы бір зарлы мұңды төгіп отырады. Ал енді күй тартқысы келмесе домбыра атаулыны таңдап, жоқ болмайды екен деп жаратпайтын. Орманқұл әйтеуір томаға тұйық жан еді. Ішінен күй қайтарып, іштей тынып, өзімен өзі сырласатын саяқ жан еді. Бұл жолы да үн қатпай домбырасын баптай береді. Тиегін түзеп, құлағын бұрап, үнін бабына келтіргеннен кейін баяулатып тарта бастады. Ол домбыраның құлағынан басқа ешкімге қараған жоқ. Өз тартқанын өзі шын зейінімен тыңдап отырғандай, өзге домбырашылардай оң саусағын серпей қақпайды. Саусақтарын ербеңдете жүгіртпейді. Арқасының құрысын жазғандай жұлқынып сілкінбейді. Тұнық, терең ой түбінде мамырлап қалғып кеткендей. Бір күйді аяқтаған соң алдындағы шайын ұрттап тыныс алды. Осы кезде Құлжабай желпіне сөйледі. Әй, мынауың сарқырап ағып жатқан Ақсай суының сарыны емес пе? Әй, мынауың шақпақтай кейде байсал, кейде ызғарлы желі шығар. Әй, мынауың көкпардың қиқуы мен сайыс тартыс дүбірі ғой. Әй, мынауың кешегі жұмадағы үлей-түлей ұйытқыған, ұлыған боранға ұқсайды. Орманқұл басын изеп үнсіз құптады. Қап, өлеңді жазып алуға болады. Әнді тыңдап үйреніп алуға болады. Күйді жазып алуға болмайды екен-ау деді санын соғып Құлжабай. Әншінің даусы домбыраның көмейі емес, өлеңнің жолы домбыраның пернесі емес, күйдің үні домбыраның төл меншігі. Оны күйшінің жүрегі ғана ұға алады деді Орманқұл. Сенікі рас, Орманқұл, деді Құлжабай ойлана отырып. Қазақтың халық композиторларының нотадан хабары болмаған ғой. Олардың күйлері дарынды шәкірттер арқылы ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырған. Күйді де жазып алуға болатынын тап сол кезде Орманқұл мен Құлжабай да, әжем мен әкем де, мен де білмеппіз. Енді ойлап отырсам, Орманқұл сөзсіз композитор болуы керек.
ол нота түгіл хат та танымаған. Ол кедейліктің зардабынан жалғыз еді, саяқ еді. Қолы қысқалықтан қорынып, оның ұстазы да, оның ізін қуған шәкірттері де болған емес. Оның шығармалары өзімен келіп, өзімен бірге кетті ғой әттең. Қыстың ұзақ кештерінде әкем бізге ертек айтып беретін, өлең үйретіп, дауыстап кітап оқитын. Шағатай тілінен оқитын болу керек. Сөйлемдері боладур, геладур, бередур, ушбу деп келеді екен. Кейбір түсінбеген сөздерімізді әкем ежіктеп отырып, мағынасын ұғындырады. Совет үкіметінің алғашқы жылдары біздің өлкемізде бұрқырап, тез өте шықты. Қым-қиғаш тартыспен, таптық күреспен, рулық айтыспен, жікшілдікпен топ ұйымдастырып, тор жаюмен, жала жауып, жарғай терумен шұғылданған бұрынғы байлар жасырын тұзақ құрып жан таласып бақты. Олар кедей туыстарының тасасында тұрып алып жаңа өмірге тас атқылады. Адал жандарды аяқтан шалуға ұмтылды. Ауылдағы үстемдікке, болыстыққа, уездегі ықпалға ие болуға қол созды. Әдетте мұндай қым-қиғаш талас сайлаудың алдында басталушы еді. Байлардың мүддесін қорғап, соның сойылын соққандар мұндай тартыстарды лезде өз пайдасына жаратып, қарапайым еңбекқор халықтың назарын негізгі нысанадан ауытқытып жіберуге тырысатын. Бұл сияқты жікшілдіктің салдарынан ауыл арасының бірлігі шытынай берген еді. Елге уәкіл келгіштеп алды. Олар жан тәртіптің жаңа нұсқаның мәнін кедейлердің правасы жайлы жиналыстарда түсіндірді. Мұндай уәкілдердің көп келетіні сонша, тіптен ел олардың аты жөнін де біліп үлгермейтін. Сондықтан өздерінше ат қойып, айдар тағып алады. Уәкілдің түр-тұрпатына, жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, ақыл-ойына қарай әрқайсысы өзіне лайық атқа ие болады. Дудар бас, шаш қойғанын шашты уәкіл, тақыр иек, қырма сақалдысын көк иек уәкіл, шошайма бас киімін кигенін молда торғай, тағы бірін жаутымақ уәкіл деп атайтын. Енді бір уәкіл әрбір сөзін боевой приказ деп айта берген соң, оны бабой приказ деп атағаны есімде. Тағы бір уәкіл астына ат мінсе, қара сорпа етіп қамшылайтын да жүретін. Мұны көрген соң, ел уәкілді ат соры деп атап кетті. Келген өкілдің мән жайына, жөн жобасына қарай қойылған аттар қаншама еді. Жер уәкілі, су уәкілі, салық уәкілі, ағарту уәкілі, сайлаушы уәкілі, айдаушы уәкілі дегендердің бәрі де біздің ауылға ат ізін салғандар. Уәкілдер неге екені белгісіз, тез ауысушы еді. Ел мұны әр саққа жүгіртіп жүрді. Менің бала қиялым соның бәрін егжей-тегжей байыптай бермейтін. Әкем бұл кезде 60-ты алқымдап қалған еді. Сондықтан ауылдағы қызу өмірге белсене араласа алған жоқ. Оның есесіне көктем үй бетін көрмейтін болды. Жиналыс атаулының бәріне қатысып, сайланбаған қызметі қалмады. Сондықтан елеуліктің, жүздіктің арасынан делегат болып сайланды. Ауыл советтің төрағасы да болды, Қосшы одағының бастығы да болды. Бір рет болыстық Қосшы одағы бастығының орынбасарына сайланғаны да бар. Дегенмен қанша талпынып, қанша құлшынғанымен көкем әйгілі адам бола алмады. Сайлау сайын көтерілудің орнына қызметінен зырғып түсіп жататын. Бұған кінәлі оның қабілетінің аздығы емес еді. Көкем ауылдағы жікшілдердің жемі боп қала беретін. Серкебай нағашым көкеме кездескен сайын қыжғырып, өз орны үшін таласа алмаған ұнжықсың. Нағашы бабаң Текебай биге тартпай, төп сүйегіңді қорлап жүрсің. Соның бәрі Құраннан безіп, құлдық етуді ұмытқаныңның кесірі деп кейіп отыратын. Ел жақсылары қара тізімге ілігіп жүргенде, 6 ай қызметке ақымақ торғай да шыдайды деп келемеждеуші еді нағашым. Міне мен жарықтық әкем Текебай бидің аруағына таңба түсірмей, әлі күнге дейін
Серкебай би атанып жүргем жоқ па деп қамшысымен жер сабалайды. Ал сен күшік болсаң мас кісідей әр қызметтен бір құлаумен келесің. Намыстанып өлетін болдық қой түге. Көкем ақталмақ боқ жаңа тәртіп жайлы түсіндіре бастайды. Ондайда тауыққа жұмыртқасы ақыл үйрететін болған ба деп кекететін Серкебай нағашым. Есердің естігені жөн үйреткеніме шынымен. Есердің естіге жөн үйреткеніме шынымен. Нағашау, сіздің шалқыған дәуіріңіз өтіп барады ғой. Ендігі өмір талабы өзгешелеу. Сен не деп отырсың, ей ынжық деп Серкебай көкемнің кеудесінен қамшысымен нұқиды. Қалай деп көкейсің шірік, не дедің сен? Түк те дегенім жоқ, жай аузымнан шығып кетті деп міңгірледі көкем. Үлкеннің бетінен алғанда саған көрсетермін мен, деп нағашым бұлқан-талқан болады. Кіммен бәсекелесетініңді тапқан екенсің. Қотыр бұзаудай арқандап қоюға әлі шамам келеді. Көкем арқасын қамшы қосып кетпесін деп үнсіз отыра беретін. Оңтайлы сәті келгенде осынау адуынды шалдан аулақ жүруге тырысып, сыртқа зып беріп шығып кетеді. Шал оның соңынан біраз ұрсып бұрқылдап отырады. Япыр-ау, заман не боп барады. Әлделеген балаң әдептен асып, арпалыса бастаса, жақсы адам болама деп үміттенген адамың өзіңмен жағаласса не дерсің? Әттең мына тапсырыңдаған жаман неме өз сүйегім ғой. Әйтпесе аяқ қолын керіп тұрып көкпар етер едім. Сонан соң қабағын тұнжыратып, сақалының ұшын шайнап біраз үнсіз отырады да әжеме тиіседі. Мұндай әумесер жиенді несіне тудың әпке? О, не дегенің қарағым деп әжем абыржи қалатын. Алланың бергені осым болса амалым қанша. Иә, өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Әйтпесе ғой, әйтпесе мына өңшең шолақ белсендірер-ақ титығыма тиіп болды деп ашуланады Серкебай. Ең ақыры өз жиеннің бетің бар, жүзің бар демей сіздің дәуіріңіз өткен деп былжырайды. Бұл қартайғанда естер сөзім бе еді? Сен енді серкешжан балаға кешірімді бола ғой. Байқамай айтып қалған шығар деп әжем бәсең үнмен күбірлейді. Байқамай қалған шығар, қайдағы байқамай? Эх деп Серкебай кекесінен күлді. Мен оған байқамағанды көрсетермін. Мен естірген белсенділерді итке тастайтын сүйекке таластырармын әлі, аш қасқырдай арсылдатып қоярмын. О, не дегенің серкеш, өз адамдарың емес пе? Деп шошып кетті әжем. Көкем сонда: әй есек деп айқайлайды Серкебай, үйге кір. Көкем сонда ғана қайтып оралады. Аяғыма жығылып кешірім сұра деп бұйырады шал. Көкем не істерін білмей дағдарып тұрып қалды. Момынтай-ау, оның не? Кешірім сұрай ғой, жасы үлкен нағашың ғой деп араға әжем түседі. Көкем өжеттігін қойып тізе бүгеді. Серкебай нағашымды ашуын лақ еткізіп төге салып, көкемнің тентектігін лезде кешіретін. Біздің үйдегі тап тартысының таңбасы осылай есімде қалып қойыпты. Ал ел арасындағы таптық күресті мен жол жөнекей баяндап өзімнің өмірге араласқан сәттеріме орай айтармын. Ауылдың қоғамдық жағдайы, ел ішінің өресі қандай болғанын өзімнің де өсу өреме сәйкес әңгімелермін. Әзірше асықпай қоялық. Әйелдер теңдігі, қалың мал жойылады, қыздар сүйген жігітіне шығады. Революция жылдарында әйел теңдігі жөнінде алғашқы естіген сөздерім осылай. Бұл сөз көп адамды ойландырса, көп адамның көңілінде күдік те тудырды. Әйелдер неде болса бір жақсылықтың нышанын іштей ұққандай үнсіз қуанып еді. Әлденені асыға күтіп, тағатсыз толғанысқа түскен жайлары бар сияқты. Әжем ғана бұл сөзге құлақ аса қойған жоқ. Атам заманнан қалыптасқан сүйекке сіңіп, сірі болған әдет лезде сендей бұзылып жүре берді. Дегенді бір түрлі ұғымына сыйдыра алмайтын сияқты. Бұл ойын бізге де білдіріп қояды. Қалың мал деген ата-бабамыздың салып кеткен жолы ғой. Қашаннан қалыптасқан кәдеміз емес пе? Менің шешеме де қалың мал төлеген, маған да қалың мал төледі. Қыздарымның қалың малын алып құтты орнына қондырғанмын.
Ұлдарыма қалыңмал төлеп келін түсіргем. Енді немерелерім қалыңмалсыз ақ жөнтерін табады дегені несі екен. Ол осылайша күңкілдеп қояды. Қалыңмалсыз өзге босағаны аттаған қызда қандай қасиет бар дейсің? Құны жоқ қызды кім сыйламақ? Ондай қызды байлары тегін алып, тегін қуып жібермей ме? Өз аяғымен келіп, өз аяғымен кетті деген сөз болмай ма? Қалыңмал алмадым дегенше жасау жасалмайды, той өтпейді десеңші, оның не қасиеті қалар дейсің? Деп өзінен өзі бұрқылдайды. Жоқ, олай бола қоймас. Мен тірі тұрғанда қалыңсыз қыз бермеспін. Менің жолыммен, менің жөніммен жүресіңдер. Ал мен өлген соң не істесеңдер де өз еріктерің. Салалы тараштап өрген 8 бұрымы иығына төгілген апаларым түкке түсінбей әжеме аңтарыла қарайтын. Әжемнің қатулы жүзі, түнерген қабағы, зілді даусы олардың нәзік жанын қалтыратып, өздерін абыржытып тастаушы еді. Осынау сәби сезімнің қайғысына масаттанғандай мен орнымнан ұшып тұрдым да әжеме тіл қаттым. Ал мені қалай үйлендірмексің? Әжем күліп алды. Алдымен мына шүйке бастарға құда түскендерден қалыңмал алайын. Қабырғамызға шыр байлап әлденіп алайықшы, сонан соң іздеп жүріп сұлу қалыңдық тауып берем. Қалың малын да аямай төлеп өзіңді де аяқтандырамын. Сонан соң үй болды деген осы. Өз отауың бар. Тоңпаңдаған келінімді жұмсап қойып, жылы жұмсаған жейіп, ізетін көріп, көсіліп отырмаймын ба деп мейірлене күліп, сөзін жалғастырды. Тек Тәңірім соған жеткізсін. Сол қуанышты кезге дейін тірі жүрсем деп тілеймін Тәңірімнен. Әжем күрсініп қойды. Қиялы әлде қайда жетелеп кеткендей өз сезіміне кенеліп отырған сияқты. Апаларым мен жан жаққа ала көзбен қарап, жауығып алғандай. Өйткені әжем мен үшін, менің болашақ кербез келіншегім үшін оларды қосақтап киюге беретіндей көріп тұр. Мен болсам оларды табалаған жанармен талап тастағандай маңғазданып, киіз үйден шықтым да ойнау үшін әует жаққа жүгіре жөнелдім. Күн ашық еді. Асқар таудың алып бейнелері айнадай таза судың түбінен көрініп тұр. Балшық елеп балалық ойынға беріліп кеткен екем. Кенет әлде біреу өзім елеген балшығыммен өзімді төпеп, үсті басыма жағып, бас көзге қарамай жұмарлап, кез келген жеріме соққылап есімді кетірді. Не болғанымды білмей шыңғырып жіберіппін. Байқасам, әрі ерке, әрі өжет, әрі намысқой менен 2-3 жас үлкен ортаншы апам Әлиман екен. Мен долданып, қуа жөнелдім. Кесекпен атқылап келем. Әлиман көйлегінің етегі далбаңдап безіп барады. Сол күйі үй төбесіне шығып, жиылы тұрған пішенге жасырынды. Сонда отырып мені мазақтайды. Масқара-ай, албастыдай сауым-сауым кір қожалақ құбыжық ұсқынын қарай көр, көзінен сорасы ағып тұр. Тағы сұлу қызға үйленем дейді-ай. Сонан соң пішен төбесінде жатқан жарты қышта ұстап түсті. Кеудесін менменсей тік көтеріп, есі болса бір сұлу қыз саған тие қоймас деді. Әжеме айтып сазайынды тартқызармын. Сені өзі ақсақ, көзі көр, тісі кетік, мұрны пұшық, кимиек, басы тас сүмелек біреуге бергізермін деп дүниедегі ұсқынсыз нәрсенің бәрін асығып үсігіп санап жатырмын. Шыдай алмаған апам, ондайыңа бара қоймаспын. Басыңа шайнап жақ деп қолындағы кесегін маған қарай атып жіберді. Мен бұғып қалдым да шегіншектей бердім. Апам маған тигізе алмағанына заланып жұдырықты жаудырып жіберді. Қалай қарсыласарымды да білмей жан таласып жатырмын. Бұйығы әйел қауымымен алғаш рет осылай қақтығысып едім. Тұңғыш рет ортаншы апам өз ожданын қорғау үшін мен сияқты қалыңмал иесімен ашық айқасқа шыққанын көріп едім. Әжемнің айтқаны болды. Менің әпкелерімнің бәрі әже жолымен ұзатылып қалыңмалға сатылды. Өбиян жастайынан шегі руынан Жарылқап байдың Мамыт деген баласына атастырылған екен. Олардың елі Шақпақ тауының етегінде еді. Жарылқаптың біздің Нығмет әулетіне жақындығы да бар көрінеді.
қыз беріп қыз алысып отырған екі ел сүйек жаңғыртпақ болып Үбиян мен Мамытты атастырса керек. Жұт кезінде жарылқаптар мал-мүліктен жұрдай болып қаратаяқ кедейлерге теңескен екен. Содан көп ұзамай әкесі мен шешесі дүние салыпты да Мамыт пен кіші інісі Нығмет байдың Сайлаубай деген үлкен баласының қолына келіпті. Мамыттың інісі менімен құрдас еді. Нығмет ұрпағы екі анадан тарағандықтан бас қосып екі топ болып аталатын. Бәйбішенің балалары Қара кемпірдің ұрпағы, Тоқалдан туғандар Ақ кемпірдің немесе Анаргүл кемпірдің балалары деп бөлінуші еді. Нығмет біткендері тумысынан кекеш, сақау тілді келетін. Мамыт солардың қолында жалшылық етті де інісі байдың қозысын бақты. Нығметтерді мен біздің жайлыға көшіп келген жазда бастап білемін. Ел басына ауыртпалық түсіп, арып ашқан кезде Нығметтіктер ауылға жоламай алшақ жүруші еді. Енді еңсеміз көтеріле бастағанда қайтадан іргелес бола бастапты. Байдың малы егінге, шабындыққа қырғидай тиіп, берекемізді ала берді. Алайда баяғыдай бай тізесі батып қалған кедейлер бұл басынуға бас көтере алған жоқ. Сырттай жек көріп, алыстан айбат шегумен шектеліп жүрді. Әсіресе байдың шалық мінез есуастау кемпірі Анаргүл шайпау еді. Ол етек жеңі елбе-делбе болып өрістегі мал соңынан қалмайтын, балаларынан бастап көрінген кісінің бәрін қарғап-сілеп шаңытып бара жатқаны. Өзім ортасында жүрмесем, малымды біреулер талап алады деп табаны жерге тимейтін. Кеш батса, түні бойы көз ілмей қиқулап, қораны айналып жүріп алады. Өз басым ол кісінің жайласып отырғанын көрмеппін. Әрдайым желе жортып бара жатады. Ауыл адамдары Анаргүлден аулақ жүруге тырысушы еді. Егер абайсызда ұшырасып қалсаң, бір балағат сөз естімей құтылмайсың. Елдің басынғаны сонша ол қора-қора қойларды егіндіктің үстінен айдап өтумен де тайынбайтын. Балалары оған қой деп тоқтау айтып көрген емес. Осыған орай өздері де шетінен сараң, құна құмар, қыруар айран ішіп, күбі-күбі қымыз қыжынап кетсе де, не өздеріне қимай, не жұрты қимай отыра беретін. Ауыл адамдары байдың басынған қылығына ашық қарсы шыға алмайтын. Сондықтан алыстан жамандық шақырып, ырымшыл байдың кеудесіне үрей ұялатуға тырысатын. Ай ақсайды, жұлдыз орнына ұтқыды, бұлт керуені бүлінді демек бір жамандық жақын дейтін оларға кемпірге. Сондықтан малға жұт келеме, әлде топалаң тиеме, әйтеуір бір опат болатыны хақ дегенді айтатын. Кемпірдің суқаны қашып, әркімнен амал сұрап, бәледен құтылуға тырысатын. Құдай-ау, сұмдығыңды сақтай көр, бұған не амал табамын дейтін. Сонда өзгелер мұның бәрі диқан атаның қарғысына ұшырағаннан. Егінді таптап, шөпті ресуа еткен малға Алла тағала жаппай жамандық әкеледі. Бұдан аман құтылу үшін егінді таптаған қой мен сиырдың екі сауын сүтін елге таратып берген жон. Сөйтіп, сауабын алмаса ел қарғысы атады деп шошытады екен. Сараң кемпір бұған көнсінбе. Сондықтан жұрт өзге бір оқиға ойлап табуға кірісетін. Әйткенмен есі дерті байлығынан айырылып қалмауға ауған кемпір 2-3 күн егіндікке жоламай, малды ойқастай қайырып жүруші еді. Сонан соң баяғы тас қалпына қайта түседі. Ауылдың Жамақ деген адамы бар еді. Қалжық бас, жұртты әзілмен жазалауға жақын жүретін кісі болатын. Жас ет аңсап, қалайда тіске басар табу керек деп ойлапты да, ол бір күні қулық істепті. Асқабақтан бүркеншек бас киім жасапты да, көзін көретін дүйім алатын, тілі шығатын тесік ойыпты. Сонан соң өзге тонды теріс айналдырып киеді де, әр жеріне сылдырмақ қоңырау іледі. Сөйтіп осынау албастыдай кейпімен бейіт арасына барып жасырынып жатады. Мезгіл бесін кезі болса керек. Анаргүлдің ұлы Дәулет түйе мініп диірменнен келе жатқан. Дәулет бейіт маңынан өте бергенде Жамақ жалбыр тонын сүйретіп, қоңырауын жаңғыртып, даусын дарылдатып шыққан екен. Дәулеттің қорқаны сонша ес-түссіз түйеден құлап түсіпті. Жамақ жанына келеді де жағасынан алып бірнеше рет сілкілейді. Дәулет есін жия бастағанда күңгірле күнмен зекіп сөйлейді.
Мен де тілеулеріңді тілеп, әулеттерінің әулетті болуына ақ батамды арнап жүрген әруақтарыңның бірі едім. Бірақ сендер байыған сайын бізді ұмытып барасыңдар. Әруаққа атайтын жанды құдайларының кеміді. Біз ашығудамыз. Бүйтіп сараңдана берсеңдер, сендерді әруақ атады. Біз сендерді қарғаймыз, малдарыңды арбаймыз, жандарыңды жалмаймыз, төбелеріңе құйын ойнатып, шаңырақтарыңды жерге түсіреміз, ауыздарыңды асқа жеткізбей, көздеріңді жастан кеткізбей қаңғыртып жібереміз. Осыдан үйіңе барған соң анау пірінен безген ата-анаң мен ағайындарыңа айт. Әруаққа атап 5 мал құдай берсін. Құран оқытып, ауылды тайлы тұяғына жиын тегіс шақырып етін таратсын. Әйтпесе ажалдарың да бізден, азаптарың да бізден. Осыны айтып, жамақ зып беріп кетіп қалады да, дәулет күн батқанда сүйегін әрең сүйретіп үйіне келеді. Өңі құп-қу, қан сөлсіз қалжырап тұр. Тіс-тісіне тимей қалшылдайды. Жағы қарысқандай жарытып сөз де айта алар емес. Ақыры бейіт арасынан әруаққа кездескенін әрең жеткізіпті. Жаман сөз жатсын ба, ауылдың өсекші әйелдері естігендеріне май құйып, мұздатып, елге жая береді. Содан құдайға мал сойылып, талай күн ел жиылып ет жеседі. Әрине орталарында жамақта жүреді. Bir күн ол мас болып отырып, өз-өзін әшкерлеп алыпты. Кейін жамақтың әке-шешесі дүние салған соң балалары байға жақпай жалшы болып еді. Анаргүлдің сол балаларға көрсеткен бір қорлығы әсіресе әлі күнге дейін көз алдынан кетпейді. Жарылқасын жалшы балалардың ішіндегі ең кішісі болатын. Қозы соңында тірсектері соғылып, кеудесін әрең сүйретіп жүруші еді. Жарытып тамақ ішпей жайғасып, ұйықтамай, зар қағып жүрген бала қайсы бір оңушы еді. Әйтеуір соны көргенде аяныштан жүрегің сыздап кететін. Мойылдай қара көзі жайнап тұрады. Қасына келсең есі көк татып, еріндері жапырақ түстес жасылданып жүретін. Бірде ойын балалары Анаргүлдің сұмдық қатыгездігіне тап болдық. Ол өзге қозылардан қалып қойған бір қозыны көтеріп алып, Жарылқасынды қарғап-сілеп барады екен. Жарылқасынға жетісімен таяқпен сабай бастады. Қу жетімек, көзіңе шел бітті ме? Осы қозымен ұшықтап жіберейін бе? Өлігі сұраусыз сүмелек деп бажылдайды. Байқұс бала құтылмақ боп тырманып жатыр. Бірақ Анаргүл жібермейді. Баланың тақыр басына таяқпен ұрған сайын ісіп шығады. Осылайша бас терісі түгелдей буылтықтанып, Жарылқасын шыр-шыр етіп жалбарынады. Апатай, айналайын апажан, аяңызшы, өлдім-ау дейді үні әлсіреп. Бірақ құтырынып алған долы кемпір баланы тулақша сүйретіп ескі құдыққа алып келді. Сен жүгермекті құдық ішіндегі құрт құмырсқаның жеметейін дейді. Анаргүл шабаланып. Жарылқасынның қорққаны сонша тіптен үні өшіп қалды. Кемпір қаршадай баланың сирағынан ұстады да құдық аузынан төмен салбыратып тұр. Біз де шыр көбелек айналып дәрменсіз жүрміз. Жарылқасын қыр-қыр етіп тырманып, дәрмен далбасамен құдықтың қабырғаларынан таяныш іздейді. Тырналай алақаны мен тырнағынан қан ағыпты. Кемпір сонда да рақымы түсер емес. Біресе көтеріп, біресе құдыққа қайта сүңгітіп, баланы әлі сілкілеп тұр. Жарылқасын болса енді қармануға да шамасы келмей есінен тана бастады. Былқ-сылқ етіп, оқта-текте қорқыраған дауысы шығады. Біз шыдай алмай шырқырап жылай беріппіз. Кемпір онымызды елеген де жоқ. Қимылсыз салбырап қалған баланы көтеріп алды да жерге зір кеткізіп тастай салды. Өзі жемтікке төнген құзғындай торуылдап, баланың қимылын бағып отыр. Әлден соң барып Жарылқасын есі кіргенде кемпір оны дедектетіп ауылға қарай сүйреп жөнелді. Біз жасымызды тия алмай соңдарынан қарадық та тұрдық. Ойынымыз жайына қалды. Көз алдымыздан Жарылқасынның боз боп талып жатқан кейпі кетер емес. Кешке бұл көргенімізді әкеме айттым. Әкем түнерген күйі үнсіз киінді де Нығметтің үйіне бет алды. Әкем барғанда Жарылқасын үйдің іргесінде сандырақтап жатыр екен. Алақанына салып көтеріп әкелді. Аузына сүт тамызып еді, Жарылқасын құса берді. Әкемнің түсі түтеп кетіпті.
баланы төсекке жатқызды да іргенің киізін түріп қойды. Байғұс баланы мазаламаңдар деді де өзі тысқа шығып кетті. Жарылқасын қыбырсыз жатыр, қиналып дем алғаны сонша кеудесі қыр-қыр етеді. Кейде әлденені айтып қатты бақырып жібереді. Еріндері қансыз бозарып, еміс-еміс жыбырлайды. Біз демімізді ішке тартып, орын-орнымызды отырған күйі Жарылқасыннан көз алар емеспіз. Әкем даладан дәрі шөп теріп әкепті. Сол шөптерді қайнатып, суын тұндырып алды да суыған соң баланың аузына қасықтап құйды. Әпкелерім Жарылқасынның маңдайына су шүберек таңып қойды. Оның қызуы көтерілгені сонша шекесіне таңған орамал кебе берді. Түні бойы кірпік қақпай әл үстіндегі Жарылқасынды күзетіп отырдық. Тек таң алдында ғана бала көзін ашып төңірегіне қарады. Қайда жатқанын аңғара алмай баж ете түсті. Әкем маңдайынан сипап, еркелете тіл қатты. Жұбатып отыр. Қорықпа, қарағым, қорықпа дейді. Өзі теріс айнала беріп, кемпірге сырттай күжіне ашуланды. Алжыған қақпастың айуандығын қарашы. Әкем Жарылқасынды алдына отырғызып дәрі шөптің суынан ішкізді. Сонан соң жуындырып алды. Жарылқасын қайтадан безгек тигендей қалшылдап кеткен соң сүт беріп төсекке қайта жатқызды. Бұл кезде күн шығып қалған еді. Жарылқасын тынышталып ұйықтап кетті. Бәріміз де қуанып, көз шірімін алуға қисая кетіппіз. Осылайша Жарылқасын бір жұма төсекте жатып айыға бастады. Алайда шошынғаны сонша тіптен есі ауған жандай елірменіп жүрді. Біз қолымыздан келгенше бар жақсылығымызды аямаушы едік. Анаргүл бүкіл ауылда әкемнен ғана именетін. Әкемнің молдалығы бар, Құран біледі деп қорқады екен. Тіптен жас кезінде оқыған бала деп атын тергейтін болыпты. Содан ба әйтеуір ол Жарылқасынды іздеп келмеді. Бір күндері Анаргүлдің баласы Сайлаубай келді. Әкемнің бетіне қарай алмай міңгірлеп кешірім сұрады да Жарылқасынды алып кетпек болды. Сонда әкем әлгі қатты ашуланып былай деп еді: мұның әкесі сенен бай, сенен де бас алқалы еді. Сенің де Жарылқасынның әкесі сияқты жұртқа кездеспесіңді қайдан білдің? Жарылқасын сияқты сенің балаларың да панасыз қалмасын қайдан білдің? Сенің есуас шешеңнің таяғынан өліп кетсе бүкіл шегір ел болып ер құнын даулар еді. Сонда күнің бір уыс болмас па Сайлаубай? Әкем тағы да көптеген аталы сөз айтты да сөз соңын Анаргүлге бұрды. Ал сенің шешеңмен өзім көзбе-көз сөйлесемін. Бейшара Жарылқасын үйден шығып бара жатып бізге жалтақтай берді. Сайлаубай оны дарға бара жатқандай амалсыз ілесті. Анаргүлмен әкем айтқандай-ақ жеке сөйлесті. Содан біршама уақыт кемпір тыныш жүрді де қайтадан баяғы тас қалпына түсті. Менің Үбиян әпкем сол Жарылқасынның ағасымен атастырылған екен. Өзінің болашақ өмірлік жолдасын ауылда алғаш көргеннен-ақ Үбиян жақтыртпапты. Екеуі бір-бірінен қалау таппай алшақтай беріпті. Әкем ертеде берген уәдесін бұзбай, алысқан батадан аттағысы келмей, көпке дейін қызының қарсылығын құлағына да ілген жоқ. Осылай 3 жыл жүрді. Алайда әжем немересінің күн сайын толғындап, уайымшыл болып бара жатқанын көріп, әкемді алғашқы шешімінен қайтарды. Бұл туралы Мамытқа ескертіп, әкем бұрынғы алған қалың малын қайтармақ болды. Байтанар руындағы ең сыйлы адамның бірі, атақты да қадірменді, ықпалы мол, әл-ауқатын мығым Нұрбай деген кісінің Зәпира атты сұлу қызының ауылымызға алғаш келгенін ұмыта алмаспын. Оның үй ішінің бәрі таңдап тапқандай бір-біріне сақадай сай, бірінен бірі өткен жақсы адамдар екен. 5 ұлының бәрі де сұңғақ бойлы, сымбатты да көрікті, аздап ақсиған алдыңғы күрек тістері өздеріне жарасымды әдемі жігіттер болатын. Жұрт іші мін тапқыш, сын айтқыш, ат қойғыш келеді ғой, оларға да ол лезде күрек тістер деп ат қойып алды. Нұрбайдың жалғыз қызы Зәпира да ағалары сияқты сымбатты, сұңғақ, толықсыған қыз еді. Оның ауылымызға келін боп келіп, алғаш аттан түскені, басын тік ұстағаны күйі маңғаз басып үйге кіргені әлі есімде. Ол Нығмет байдың Анаргүл деген есуас әйелінен туған 5-ші ұлы, реңсіз, мыртық, кекеш, дәулетке 2-ші әйел боп келді. Алғашқы әйелінің қайтыс болғанына да көп уақыт өткен жоқ еді. Аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін, немесе құрығы ұзын қуып жүріп алады. Құрығы қысқа, құры қол қалады дегендей, айдың көлдің аққуын қалмал дәулетке аяқ қолын байлап берді.
осынау теңсіздік құрығанда бұлқынған қайғылы неке күні мал бергені барады да алып кетіп қолымды кедейшілік кесіп отыр деп бір сабас сүйгенінен айрылып құсадан күйіп жанып қараша үйде қан құсқандай өз тағдырына тағылық заңына лағынет айтып зәпирасын жоқтап күңіренгенде болар. Зәпира келбеті келген жан еді. Талдырмаш сұңғақ бойына әркім-ақ сұқтана қарайтын. Оның ат жақты жүзі, қыр мұрыны, үлбіреген беті шығыстың сұлуларын елестететін. Жайнаған мөлдір көзі қарлығаштың қанатындай, қияқ қасы шоқтай қызыл қалыңдау ерні өзгеше бір сұлулықтың нышанын аңғартып тұрушы еді. Өзі де айналасындағы күйке көріністі мойындағысы келмей, өзін қоршаған сұрықсыз тірлікті көзіне де ілмей, батыл да еркін жүретін. Жас келіннің мінезіндегі моншалық еркіндік ел ішінде көңіл туғызды. Әдепті білмейтін, тәрбие көрмеген деген сөздер де айтыла бастады. Әйтпесе қазақтың қай келіні босағаны аттай салып тайраңдап еді. Жусаннан аласа бетегеден биік боп иіліп жүрмеуші ме еді. Зәпира осынау қалыптасқан қараңғы дағдыға бірден қарсы тұрды. Ол енесі Анаргүлге де, қайнағалары абысындарына да орынсыз бас иіп төмендемеді. Оның көз қарасынан, қимылымен, ісінен, үнімен, мінезінен жәрбеген жаман күйеуіне деген, күйеуінің ағайын туғанына деген өшпенділік оты ұшқындап тұратын. Енесі Анаргүл мен өзінің күйеуі ерке келінді көнбіс етіп алуға, иін жұмсартып, айтқандарына көндіруге талай әрекеттер жасады. Бірақ қайсар да жігерлі Зәпира ұшқын атқан бір көзқарасымен ғана олардың аузына құм құйып үндерін өшіруші еді. Жалғыз қатынға шаман келмесе бай болғанын құрысын деп, дәулетті шешесі де ағалар да тұқырта беруші еді. Осындайда жәрбеңдеп келіп, қоқыраңдай қыр көрсетіп тисе беретін дәулет кербез келіншектің жүзінен жасқанып, күңгілдеп қала беретін. Соның бәріне де өзінің тағдырына да Зәпира құлақ аспай, кекесін кейіппен жүре беретін. Қара жұмысқа қол тигізбей, қолы көсеу, шашы сыпыртқыға айналмай, қыз күннің еркелігін жоғалтқысы келмеді. Қасақана ақсаусаққа айналғандай еркіндік атаулыға ерік беріп еді. Нығмет әулетінің өзге түңлігіне біздің үйге Зәпира ерекше ізет көрсетіп, барынша биязы болатын. Келін боп келген алғашқы жылдары осылай еді ол. Біздің үйге жиі келетін, кім білсін, бәлкім өзі сыйыспаған ортасынан аз да болса да аулақ кеткенді аңсайтын шығар. Оның басын шалқайта ұстап, маржандай тізілген ақ тістерін көрсете бұралып отырғаны әлі есімде. Ақ торғын кимешектің сыртына әсем бұраған күндігі ерекше жарасып тұрушы еді. Мен одан көз алмай қарайтынмын. Бұрын өзім аңғармаған әлде бір сезім жанымды жайлап алатын. Әлі толық ояна қоймаған ынтығу мен іштей аяныш ізін менің балғын жүзімен оқи ма, әйтеуір Зәпира маған ерекше елжірейтін. Күз түсімен Нығмет әулеті Ақкөл жақтағы қыстауға көшіп, бүкіл қысты Нұрбай ауылының маңында өткізетін. Бұл кезде Зәпира перзент көріп үлгеріп еді. Тұңғыш қызы дәулеттен аумай қалыпты. Жайын ауыз, шегір көз біреу әйтеуір. Мұны көрген Зәпираның жаны түршігіп еді. Айналасынан зәбір көріп, кеудесін қараған қайғыға іші сталып құсап боп келген Зәпира күйеуін отаудан қуып шығып, ағайындарын аластап, әкесінің үйіне кете барады. Нығмет әулетінің бірде-біреуі шұрқ етіп оның жолына тұра алмады. Келінін қайтару үшін соңынан барғандарға Зәпира мен Нұрбай ырық бермепті. Сондықтан Нығмет әулетімен әкем мен бүкіл Үсен әулетіне хабар жіберіпті. Алыстан жүріп мұқатылған келіні кетіп күлкі боп отырғанын, бұл тек ер атына мін емес, бүкіл руға түскен сын, ақ саулы ақан екенін айтыпты.